Сәлем достар, қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге осындай випак сливкемен жұмыс жасауды көрсетемін. Менімен бірге болыңыздар. Сонымен мен мында өзімнің ыдысыма құйып алдым. Және бізге осындай 200 грамм творожный сыр керек. Менікі коллектікі. Кез келген алсаңыздар болады. Және осындай 200 грамм сахарная пудра, яғни қант ұнтақ керек болады. Сливкиде, творожный сырда бізде салқын болу керек. Холодильниктен шыққан. Сонымен қыздар, соңына дейін қараңыздар, менімен бірге болыңыздар. Мұнда біз миксерлейміз. Миксердің аз оборотынан бастап миксерлейміз. Сонымен ары қарай аздап ұлғайта береміз, соңғы шкаласына дейін. Сонымен кеттік қыздар. Мұны көріп тұрғаныңыздай, ол салқын сливки осылай миксерлеп жатқанда көпіршік пайда болып, ары қарай уже ұлғая бастайды. Мен сіздерге толық видеоны қазір назарларыңызға ұсынып отырмын. Ешқандай жерін кесіп тастаған жоқпын. Себебі сливкимен жұмыс жасау, ол видеоны кесуді талап етпейді, керісінше толық көрген дұрыс. Алдағы уақытта жасап жатсаңыздар, осыны көрсеңіздер болады. Міне менің сливким уже көпіршіктеніп, соңынан із қалдырып жатыр, қоюлана бастап жатыр уже. Тағы да осылай кішкене миксерлеп, мұны қоюланып жатыр, көз алдарыңызда. Мұны көріп тұрсаңыздар, өзінен кейін із қалдырып жатыр. Көрдіңіздер ме, ол осылай. Мен уже жоғарғы оборотқа қойып тастадым миксерімді. Енді сахарная пудра, яғни қант ұнтағын жайлап сала береміз. Осылай миксерлеп жатқанда үлкен оборотта миксерлей береміз. Осылайша барлық қант ұнтағымызды саламыз. Мен сливким уже қоюлана бастады. Енді біз ары қарай мұны миксерлеп, қазір творожный сырымызды жайлап бір қасықтан салып отырамыз. Мұны осылай бір қасықтан салып отырамыз творожный сырымызды. Ары қарай үлкен оборотта миксерлей береміз. Мұны миксерімізді тоқтатпаймыз. Ары қарай соңын саламыз қазір.
Оның барлығын салып бітірдік. Ары қарай осылай миксерлей береміз, жалғастырып. Біздің сливкеміз жайлап қоюланып жатыр. Біздің сливкеміз өз массасынан, бұрынғы массасынан әлдеқайда 2-3 есеге ұлғайды. Өте жақсы қоюланып жатыр. Біз миксерімізді осылай алып, осындай силикон лопатаның көмегімен жан-жағындағы сливкелерді ортаға қарай жинаймыз. Себебі ол жаққа миксеріміз толық жетпегеннен кейін осы сливкелерімізді жан-жағындағыларды ортаға жинап алып, тағы да ары қарай миксерлейміз. Біз мұнда миксерімізді жоғарғы обороттарға әлі көтермей, енді ортаңғы оборотта миксерлейтін боламыз. Себебі бізге сливкенің қоюлығын уже біз сезе бастаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің сливкеміз өте жақсы қоюланып жатыр. Өте жақсы қазір формасын ұстайтын болады. Жан-жағына дейін миксерімізді жеткізіп миксерлейміз. Оны біз миксерлеп жатқанда бізге уже сезіліп жатыр оның қоюлығы. Оны біз миксерлеп болдық, қыздар. Мұны осындай мықты өзінің формасын ұстайтын бізде сливке шығады. Біз сливкемізді осылай өте ұлғайғанша, плотный біркелкі масса болғанша миксерледік. Оны біздің сливкеміздің ыдысын осылай төңкерген кезде біздің сливкеміз ағып кетпеу керек, мүлдем өзінің формасын мықты қалыпта ұстап тұру керек. Көрдіңіздер ме? Сіздерде де дәл осындай болу керек. Енді біз бұл сливкені тортымыздың ортасына жағаламыз. Біз бұл кремді капкейктеріміздің бетін сәнге аламыз. Пирожныйлардың ортасына жағаламыз. Және де жаңағы айтқандай торттың ішіне де сыртына жағып